ауруханаға түсіп қалған едім. Сол ауруханада жатқанда бір күні түс көрдім. Түсімде өзімнің туған жерім Бурабайда жүр екенмін. Бурабай көлінің жағасында тұр екенмін. Бір уақытта көлге қарасам, көлдің бетінде аққулар малтып жүр. Бір уақытта бір аққу тік екі қанатын көтеріп, көкке көтерілді. Сосын қарасам, екі қанатының арасында табаннан, бұл табаннанды қайда бара жатыр деп таңғалып тұрғанда, бір уақытта табананым күннің көзіне айналып кетті. Мына табаннан десем, мына күннің көзі екен ғой деп, өте қатты сәуле түскесін көзімді жауып, енді қайтын ашсам, әлгі күннің көзі дегенім шаңырақ қайналды. Бұл бір үлкен жақсылық қой. Қазақ шаңырағың биік болсын деген сөз, жақсылық болсын деген сөз, біз елімізге бір жақсылық болады екен деп. Сосын таңертең тұрғаннан кейін ақ қағаз алдында дөңгелек сыздым. Дөңгелек сызып бір жағына бір қанат, екінші жағына екінші қанат салып, сосын ортасына шаңырақты салып, сол екі қанатты төменгі жақта біріктіріп, Қазақстан деген жазу жаздым. Ойладым, мына бір таңба болды ғой деп. Сол күндері больницаға мәдениет министрі, информация министрі болатын Қуаныш Сұлтанов келді. Аға, осылай мен Байқоңырға жүрейін деп жатырмын. Біздің қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар ұшайын деп жатыр. Соған бара жатырмын деді. Сосын айналайын, онда сен Тоқтарға менен бір сәлемдеме апарасың ба? Жарай деді. Сол әлгі сызған суретімді бір жақ қанатқа Тоқтар деп жаздым, екінші қанатқа Талғат деп жаздым. Талғат оның дублері болатын. Сендер біздің қазақтың шаңырағын биікке көтеруге бара жатырсыңдар, жолдарың болсын айналайын деп. Сосын артынан екінші қазан күні ұшты Тоқтар, 10-шы қазан күні қайтып келді. Қайтып келгеннен кейін Алматыға келгенде мені тауып алыпты. Ағатай, сіздің белгіңізді мен санау Тәңірге барып қол қойғызып әкелдім деп күлді. Оған дейін космонавтар ұшқанда СССР-дің гербін ғана тағатын, Қазақстанның ешбір белгі болмайтын. Бұл енді қазақ космонавтикасының белгісі ретінде үкіметтік комиссия арқылы бекітіп алған екен.